Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге балдың құпиясымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Балдың пайдалы екенін бәріміз білеміз. Тіпті оның емдік қасиетін медицина мамандары да тілге тиек етеді. Арамызда айналасына балдың пайдасын дәріптеп жүргендер де бар. Алайда сан түрлі дертке шипа болатын балды өзіміз қолдана бермейміз. Негізінде балдың өзі емес, бал қосылған судың пайдасы орасан зор. Егер аш қарынға бал қосылған су ішсеңіз, ағзадағы клетка мен ұлпаны микроэлементпен қамтамасыз етеді. Суыққа қарсы күресуге күш береді. Ағзаны қуаттандырады. Артық майдан арылтады. Жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. Холестерин деңгейін реттейді. Асқазан ішек жолдарын жұмысын жақсартады. Ағзаны шлактан тазалайды. Сонымен қатар терінің, шаштың және тырнақтың саулығына жауап береді. Егер сізді мына 6 ауру мазалап жүрсе, бал қосылған су ем болады. Ұйқысыздық, тыныс алу қиындаса, тері аурулары, ас қорыту жолы мен ауыз қуысы аурулары, зат алмасу нашарласа, қан қысымы құбылса, бауыр ауырса, жүйкеңіз шаршаса, онда күнде таңертең аш қарынға бал қосылған жылы су ішіңіз. Бұл әдісті медицина мамандары құптайды. Әсіресе таңғы асты кейінге қалдыратындарға немесе таңғы асқа уақыт таппайтындарға міндетті түрде бал қосылған су ішуге кеңес береміз. Егер сіз бал қосылған су ішуді әдетке айналдырсаңыз, онда саулығыңызды сақтайсыз. Күні бойы көңіліңіз көтеріңкі болады, әрі ағзаны қуаттандырып, өзіңізге сергектік сыйлайсыз. Ем кезінде мынаны ескеріңіз, яғни балды көп мөлшерде қабылдауға болмайды. Айталық ересек адамдарға күніне 130 грамм бал жеткілікті. Осы мөлшерді бөліп қабылдасаңыз, тіпті керемет болмақ. Сонымен қатар бал қосылған су ішуді 2 аптадан асырмаңыз. Емделу мерзімі 2 апта. Сосын 10-15 күнде үзіліс жасап, емді қайтадан жалғастыруға болады. Бал қосылған су ішкен соң, шамамен 25-30 минуттан соң таңғы асқа отырыңыз. Таңғы ас ішу міндетті. Тамаққа тойып алған соң бұл суды ішуге болмайды. Демек, таңғы, түскі немесе кешкі астан соң бал қосылған су ішуге кеңес бермейміз. Бал қай кезде қауіпті болмақ? Бал қосылған су барлық уақытта да пайдалы емес. Емдік қасиетімен бағалы саналған балды тым ыстық, яғни 40-50 градустағы қайнаған суға араластыруға болмайды. Бұл кезде адам ағзасына өте улы концентраген заты бөлінеді де, ағзаны аурудан айырықтудың орнына улай бастайды. Салдарынан сан түрлі аурудың қозуына себепші болады. Егер бал қосылған судың емдік қасиетін арттырғыңыз келсе, лимон, емдік шөптер, жидектен дайындалған морс, сүт араластырыңыз. Сонда ағзаны бір уақытта бірден емдейсіз. Дәруменмен қамтамасыз етесіз, шлактан тазалайсыз, әрі жасарасыз. Ендеше күнде таңертең аш қарынға бал қосылған су ішуді әдетке айналдырыңыз. Егер де сіздерге ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді және достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.